Армысыздар ағайын, эфирде Мінектел арнасының қорытынды жаңалықтары. Студияда сіздермен бірге Сағым Бейбітшілік қызы. Теңіз күні театрының қасында рұқсатсыз жерге салынған биік құрылыстан темір құлап 25 жасар жас жігіт қаза тапты. Дәл осындай кезде апат артынан қайталанды. Сондықтан да Ғаламтордың бұқаралық желісінің тұтынушылары Схватр алаңында темір қалпақты моңғолдар атты жиынды біз тірі жүруге құқылымыз үндеуімен ұйымдастырды. Сонымен қатар мерт болған жігітке арнап азаматтық алаңында мың шырақ жағылды. Наразылық жиын туралы жарнама апат болғаннан кейін интернет желісімен өте жылдам тарқады. Бұл жиынға шамамен 500-дей азамат қатысамыз деп мәлімдеген. Бірақ Схватр ауданының әкімі рұқсаттамағандықтан жиын шағын болды. Заң бойынша шеру жиын ұйымдастырудан 3 күн бұрын қарасты ауданға мәлімдеп рұқсат алуға тиіс. Осындай кездейсоқ жағдайға душар болған шақта заңда көрсетілген мерзім қайшылық еткеніне азаматтар наразылық білдіреді. Сақшы орындарынан жиынды рұқсаттамаймыз деген құжат көрсетті. Десе де құрал жабдық қолданбай бейбітшілік жолымен жиынымызды жалғастыратын боламыз. Жастарымыздың жаны есепсіз болмасын, қайбіріне бұл жиын ескерту болсын деген мақсатпен бүгінгі жиынға қатысып отырмын. Барлығы өздерінің көз қарастарын, пікірлерін ортаға салғалы келді деп ойлаймын. Бүгінгі таңда азаматтың тірі жүретін мүмкіндігі аз болған дегенді айтқым келеді. Сондықтан да басқасымен бірдей көз қараста келдім. Үкімет орны және де құрылыс орындары жауаптанған қызметтеріне сенімді болса, біз де қауіпсіз ортада тыныш өмір сүруді қалаймыз. Дәл қазір Теңіз кинотеатрының алдында тұрмын. Кеше рұқсатсыз салынған құрылыстың салдарынан жас азаматымыз қаза болды. Сондықтан да жас студенттің құрметіне арналған мың шырақ жағылуда. Бұл халық көпшіліктің үрейін келтірген бір мисал. Дәл осы маңда бұрын жол апатынан бастап талай рет мәселе туындаған деп азаматтар дәлелдейді. Азаттық алаңында тірі жүру құқығынсызданды деп марқұмның туыс-туғандары мәлімдеді. Моңғол азаматтары тірі жүруге құқылы ғой. Олай болса бұл құқық қайда қалды? Сонымен қатар азаттық алаңында қаза тапты. Елімізде күнделікті жол апаты және басқа да апаттары тұрақты болып тұрады. Өткенде ғана рұқсатсыз салынған, барлығымыз жұмылып айтқанбыз. Соңында адам қаза тапты. Кей азаматтың теріс атқарған қызметтерінен жазықсыз қарапайым халық қаза болуда. Сондықтан да адам денсаулығы, адам жаны ең маңыздысы. Осыған аса назар аударса деп айтқым келеді. Бұл қаралы жағдай азаматтардың тірі өмір сүру құқын бұзды. Сондықтан тиісті жауаптыларды қылмысқа тарту керек дегенді ескертуде. Және де мұндай жағдай ешқашан қайталанбаса деп тілейміз. Соңғы кездері құрылыс саласына байланысты мәселелер көпшілікті алаңдатуда. Рұқсатсыз көптеген құрылыстары Астанаға орналасып, қауіпсіздік жұмысының ережесі бұзылған. Осыған құрылыс қала құрылым министрлігі қандай шара қолданатыны жайлы сала министрінен анықтадық. Соңғы кездері еңбек қамсыздандыруына тікелей байланысты орнатылып жатқан құрылыстың құрылысшыларының жауапкерсіздігінен болып жан түршігерлік апаттар болуда. Ең бастысы бұл жағдайда қала құрылым дамысының ережесін бұзғандық деп көруіміз. Басқаша айтқанда берілген жерді асырып жолға дейін шығарып орнатқан. Сонымен қатар күнделікті қауіпсіздік жағдайына аса назар аударып, қоршаулар орнатуы тиіс. Осындай ережелер бұзылған деп байқаудамыз. Жұмыс тобын орнататын болады деп сала министрі ескертті. Сондай сапасы мен стандартына аса назар аударып жұмыстайтын болады дегенді де таныстырды. Өнер зерттеу ғылымының доктор профессоры, Моңғолияның әйгілі суретшісі Черенчимет әкелі Ертінсоқтының 3-ші көрме суретінің ашылу салтанаты болды. Бұл реткі көрмеге Богдахан және Моңғолияның ғасырлар бойы басынан кешіп келген тарихын баяндағанымен өзгеше болмақ. Жәрмеңкеде қойылған туындылар өң әлпетімен көздің жауын алады. Атап айтқанда ыстық доширак суретінде бүгінгі қоғамнан тысқары мәселелердің бірі болған дала кезіп кеткен балаларды мисалдап алған. Бүгінгі кездің бір тал наны үшін және де ыстық доширак жеп қарнын алдап өмір сүріп жүрген аянышты кей азаматтарының өмір баянын көрсеткен туынды десе де артық болмайды. Бейне өз жәрмеңкесі барлығы 90-нан астам туындымен құралған. Сонымен қатар Богда ханының кезіндегі тарихтарына 9 бейне баяндағанымен бірге көшпелі моңғол халқының қыр шаруашылық өмірін баяндағанымен өзгеше болады. Әлем жаңалықтары. ақш-тың технологиялық маңдайалды саласындағы шаруашылық бірлігі Apple компаниясының жаңа өнімі, яғни iPhone 5 сауда айналымына шыққанына байланысты шаруашылықтың бағасы қымбаттап, тұңғыш рет 700 ақш долларына жетті. Бейсенбіде Настдақтағы дәулет биржасында бір үлес 701,91 ақш долларына жеткен.
iPhone 5-ті осы аптадан бастап ақш, Жапония қатарлы елдерге сатады. Apple'дің үлесі үстіміздегі жылдың басынан 73% қосылғанын экономистер ерекше атап отыр. Осылайша үлес бағасы қосылғандықтан, қазір аталмыш шаруашылықтың негізгі дәулеті 657,9 миллиард ақш долларына жеткен. Бұл әлемде сауда-саттықтың маңдай алдысы Жапонияның Toyota Motor'ның негізгі дәулетінен 5 есе артық деп есептелінеді. Бірақ саналы қол телефон базарында Кореяның Samsung, ақштың онлайн саудасының Amazon қатарлы шаруашылық бірліктерінің жаңа өнімдері саудаға шығатындықтан, бұл саладағы бизнес бақталастығынан онан ары өріс алып, бұрынғы үлгісінің көшірмесі деген анықтамаға ие болған iPhone маңдай алда болатыны нағайбыл анық болуда. ақштың батыс өлкесі жаңа Мексика ауданында ақш пен Жапонияның бірлескен электр қуатының сезімтал желісінің тәжірибе жобасы басталды. Сезімтал желі жандандырылған энергетика қоры немесе күн мен желдің қуатынан қорланған қуатты жеке жабдық арқылы бақылап электрмен қанымдайтын желі. Жапонияның энергетика өндірісінің жаңа технология дамысы ұйымы мен ақштың жаңа Мексика аудан әкімшілігі Лос-Аламоста өткен дүйсенбіде тәжірибені ресми түрде бастады. Осылайша жаңа системаны 2000-нан астам отбасының электр жүйесіне қосқан. Бұл электр желісі күннің қуатын күнсіз жиып алып, жиылған қуатты сол қалпында сақтап, түнде де электр қуатымен толық қанымдай алатындығымен ерекше болмақ, және де құны арзан, сенімді. Лос-Аламоста тұрғындары тәжірибе жүргізетін 18 ай бойы электр қуатының құнын үнемдеп, сезімтал желіден электр тұтынады. Құрметті ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирді келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Амыржағыстар бөй күнді көріздер, сір өгдегі әмейжі телевизінің тұбатылда бәлетке медәвісті тамжытып тұрмыз. Теңіз кино театрынан қыдыңға жөпшер жоқ тұтық тұтын тұрған үстінен демір аңдарды жерпі жаштық жаланын амы тыныңға қалдан қараданжы керек үнген. Мұнды қозалдар соңғы еде көбідеп тұрар. Үнжанғыш интернет керегілікшілер сағыштап, сұхуатырының шөліңгі каскылық мол аттық жығышты біз түрік жарыр әргелік бұл сора атаңға жоғадып жортқан. Каскылык мол жоштың жарлалы араданжың меде интернетке тарап эгеленден соңғар интернет керегликчилерinin арасынға түрген тарап эгелеш жығышқа кіржер остың саны 500-ке жедір білдіргендір. Инжалса да Сукуатыр туруктың жазақ тарғызының жүгінен жығыш қылыр жөшперел бербенен хамаржыр құрлабыры қызырғылық болған. Хойлы оран жайында жасқал жығыш қылыр доғайында үш қонық бұрынғар білдіріп жөшперел бердір. Жұртақчыларының ховызында әртінелі кіжінің амы тыны қараның мұрныңға азалдап тұрда хойлы дұрым қонық қоса айтып тұрарынға ұдырланып тұрған. Сукуатыр туруктың жазақтарғанның байырмаңна деп бүжіп очығышты жөпшеревес мендеп албан бижин екеп көргіскен. Инжалда да біз үзел бодалыбысты сазын бижік білі ұлт жоққа үлер етіп тұрбыз. Анияқтарыбыстың амыт тынын өнет жоқталдырбас ұжын, қандық бір ұжырт ұтқалық тұрғызар ұжын, құм бір ұлысқа сұрғамжы база өргендеп бодап кіржіп тұрбыз. Анияқтар боттары сағыз қатчып мұнда жылдан деп білдіріп тұрбыз. Кіже әргезі түрік жароры жетіп тұрары білдіңгірдір. Саналын деткіп келдім. Төре жаза, хамаралдық тұрғызығылар хамаралдық ажылдан қылза ерген. Қадық айыл жоқ жерге тайбын амдырарын күзеп тұрбыз. Төре жазаққа аз ашқын қалар ұжырлық ажын сағындырып тұрбыз.
Мен бо турар жерим болсо Теңиз кино театрынын кыдында тудук жеридир. Бо тудуңдун буру ажыл жортулгасынан болгоч дуу мыңа бир оюттун жалы амыт тынын жардыгын. Оюттун жалынын турускалын хүндеткен жола өргөр язлал мында болуп туру. Бо болсо хойн нийтини жошткон бир эле чижек. Бо жерге орук козалынан эгелеш тыкка көбөй херек чорук болуп турарын журтакчылар жугаалап турар. Эрге шөлө шөлүнгө дирик жорур эрге шөлөнүн солдараткан херек үнгөнүн оюттун жалынын төрөлү жугаалап турган. Моолго журтакчылары дирик жорур эргелик. Бо эргеси кайтал. Эрге шөлө шөлүнгө амыт тыны атырылып туру. Мен дуңмам турган. Кымбата хорочок оруунда жорур киши турган жибе. Комутанжыгдыр. Бо жерге бичи олдар биртинер машиналар шүргүл үскүлежир жоруктар үргүлжүнөр. Бо бештгор хоронун узузу жугалашса да демшисе да тилетинбес жибе. Бо жазын шыкты курлабыр тургуздар дейин. Демсеш күч бербен. Амды бо анажык ат тутуңну тутукпан. Кишинин тыны дери хамыктын хүнелик жүүл дерин угаадырын кичеңгейлеп турбуз. Эт көрөнгө эрге медел буру шиит бир борулук ажыл жортулганын хамааржош күжү когурап турар жижек болду. Бо хараданжык жорук журтакчыларга тирик жорур эргеси херленип жөрүлдөжүп турарын сагындырган. Эрге тужаалдыгларга харасалга санаарын билдирген жорук болгонун журтакчылар билдирип турар. Эңне колу мындык херек дагай үмбеси эргин деп күзөп турар. Ынжангаш ол ужун жула өргөндүр. Соңгу күннөрдө тудук атырынга хамаарылдык айтырлар нийтин абарымызында туру. Жүпшер жокко көбөй тудук найсылалда тутунуп, айтыгы жок байдалдын хажытынып турар. Бу айттырга моонунгай тудук оду тургузук яамызы кады бодамжа тудар талазынга атырынын сайтынан таразында тотурулганы алдыбыз. Соңгу күннөрдө ажыл каңбалалга холбоглук тутунуп турар. Тудукларнын ажылдакчыларынын хамаарчын озалдык херектер өндү. Эңне бир тугарда болсо коду тургузууну тарамжасын жөрүлдөткөндүр. Тубускан шөлдү жеденге жедир шөлүнгө тудук тудар турган болсо, тубускан шөлүнгө толтур тудук тутуп турар. Орукко толтур тутуп турарынын бо озал үнүп туранын мен тортчугаалап турмен. Итуарында болсо тудук болгоч дагы уркайга атырынга ажылдакчыларынга күндүн таң билан айыл жок ажылдарынын угулашканын бери ужурлук. Кран ажылдадары тудуңдун таштынан тор тоттары дейин дүрүм жырымдар жөрүлдөшкөн деп көрүп турмен. Ынжанга шамыга тудукчулардын холбоосу, тудукчулардын ажылдакчылар эвлели катышып тужал үндүрөр деп ажылдап турарбыз. Ажыл кезде тургузар деп атырынын сайты чугалан. Шынар стандартыны тудар айыл жок ажылдарын албадарын тудук компанияларынга салыр дендир. Уранжул сутулалтын шиндел уганын доктор профессор Моолдун Уранжул эвлелдин шаңналдык жорукчу Серин Сокто оглу Эрдин Сокто бодунун 3 дугаар удагы делилгесин кылгандар. Делгелгеге салдынган уранжулдары өң будуктун нарын каты жошкын, ылгалын дүрсүлен өртөмчейни илереткендир. Жежелер болса, изик дошуйрак чоруунда бүгүнкү нийтлелдин тулуп турар бирге айтырыгларынын бирси болган Тенемел оолдан чижек тартып илереткендир. Бүгүнкү күндүн талкы жеми ужун, изик дошуйрак жип, корнун аргалаган көкүй бир өрүбденжик, гергенжик кезек улустун амдыралын көргүскөн, нийтлелдин амдыралын көргүскөн колду үч кезектен тургузтунган делгелгени делгедим. Инжангыс тускул деп атаан мен. Тоскул уч делгелгеге тозан ажык уран жорук делгетинген. Богда хаанынык моол улустун төгүзүн көргүскөн тоз жоруктан ол үйүнүн арат жонунун шен журталгазын дүрзүлеп, амыдралынын байдалын каракка көзүлдүр тода журуун. Делгелгеге база көчкүн жонлорунун ажылагы амыдралынын овур хебир, көдө малчын араттарынын журталгазын көргүскөн уран жоруктар көбөй делгетингендир. Америк улустун техник технологиятын тергейликчи ажылагы жери Apple компаниясы сейлинге жак херекселдин эптиредип, iPhone 5-ти өндүрүп ажылданга хамааржып салбырынын копсасы тортөзүп, башка уда $700 жеткендир. iPhone 5-ти бо жеди хонуктун 5 дугаар күндө Америк Япон жергилик көбөй улс күрүнөгө задык борладор деп турар. Apple'дин копсасы бо жылдын эгезинде нийтисинде жеден үч кумунан немежип турарын эч жазак шинжилекчилер онжолоп турар. Хөпчанын үнөзү немешкени бо ажыл агы жеринин үндесинин көрөңгүсүнүн химжели 657,7 тербум $7 жетип турар. Бо болсо телегейде задык сарылга адырынга тергейликчи Япондун Toyota Motors'тун үндесин көрөңгүсүнөн 5 каттап артып турар деп санатынып турар. Ынжалса да уаны кол удазынын Закцелге мурну солуңгустун Samsung, Америк улустун онлайн задыгынын Amazon жергилик ажыл агы жерлеринге жаа өлөгөрүнү бүдүмелдерин өндүрөр деп турар ушун ук төрөлдүн бизнеске утурланыкчылары көбөйтүп, мурну өлөгөрүн хуулан деп атап турар. Айтпан уур үйгө байдалын камгалап тергейлеп турары тодаргай эбес турар. Америктин катышкан улусунун барын курлабырынын жа Мексик мужуга токсагытылган уаны шугум сүлжээнин Америк Япон улусунун катышып турушулугу кылыр деп турар.
Америктин катышкан улусунун баруун курлабырынча Мехико мучуга ток сыгытылганын угааны шугум сүлжээнин Америк Японус катышып туржулгу кылыр деп төлөөлөп эгелен. Угааны сүлжээ болсо сергетинер эрчим күчтүн жоонду жиэлезе күн залгынын сенин дудар техниктин дозаламжасынан эге өндүрүлгесин ханап ток жедире сүлжээдир. Япон эрчим күч ажыл агай бүдүрүлгени жа технологиятын көкжүлдүн тургузуу Америк улустун жа Мехико мучунун жазак жери Лос Аламолос спиритуар күн туржулгуну ажын Албаниясылык эгелендир. Ук системни ийимин ажык ал өрөгөнү ток сыгытылганга улан. Бо болсо күнүн энергисин ботунга жып, энерги каталакчынын тузаламжасынан дүнө табизин ток сыгытылган жедире техник боп турарынан онзагайлы болгоч, өнөртөктүн коозунда эң жийик токтун эге өндүрүлгеси боп турар. Лос Аламостун журтакчы араттары угаандык энерги ажыглар туржулгунун 18 ай иштинде ток сыгытылган хемнер аргалык болгон. Күндү көрүүчүлөр төрүгүдөгө Табатылда медиабизди дамжыттыбыз. Эртең катуу Ирашкы же менди жагай. Min дамор эрхэм хүндэт телевиз харагчны. Эмэн 2 телевизээ өнөөдрөө бүрээд аялгаар бэлтгэх мэдээ танд хүрэхэд бэлэн болоо. Хөлөөн авш үсэт. Тэнгис кино театраа дэргэд зөвшөөрөлгүй баригдаж байсан барилга дээрээ төмөр унаж 25 хатай залуу амин хаа эрсдэхэн харамсалтай хэрэг уржигдэр гархан. Тим хада интернетээ олон нийтийн хүржээ хэрэглэгчид Сүхбаатарын талбад Касктэй Монгол суглааны маандууд амьд явах хэрэгтэй уриандар зохион байгуулсан байна.
Касктэй Монгол хөдөлгөөний зар өсгөлдөр эмгэнэлтийн үйл явдал болгоноос интернет хэрэглэгчлээс үлжөөгөөр хурдастай тархаж эхлэн байна. Гисэн хэдэж Сүхбаатар дүүргээ захаг даргаа зүгөө суглаан хийхс өвшөөрөл өгөөгөө уширха хамрах хүрээнийг хязгаарламжтай байх юм. Хуулийн хүрээнд жигсаал суглаан хийхэд тухай 3 хоногийн өмнө мэдэгдэж зөвшөөрөл авдаг юм байна. Ард санаа тухайд Эрдэнэт хүний амин нахан Ньютон дээр рестэд байхад энэ мэт хууль дүрм хоног хугацаа зааж байгааг эсэргүүцэж байх юм. Сүхбаатар зургийн сагдагийн газараа энэ жагсаалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг албан бишгийн хаяа авширж өгөхөн. Тэгтээ маандууд элдв янзай техник хэрэглэнгүй эндээ шимээгүй дуугүй зогсож үзэл бодлоо илэрхийлэхээр нэгдээд байна. Залуучуудын амин ахыг үнгүйдүүлэхгүй юм хан нэг хүндэш бидний энэ хийж байгаа хөдөлгөөн том мессеж болж ошоосоо гэхэн үүднээ биетнэ энд ирэхэн. Хүний эрх амьд явах баталгаа байхгүй болшхон байна гэж хэлэхэд хэлцдэггүй байх л да. Төр захаг тухайн хариуцсан байгууллага хийх ажлаа хийгээсэй гэж маандууд бодно. Маандууд элүүр аюулгүй оршинд тайван амьдрахыг хүсэж байна. Миний зогсож байгаа газар хадаа Тэнгис кино театрын хажууд баригдаж байгаа барилгын ажлыг гадаа байна л да. Энэ барилгын ажлуудыг буруутай ажиллагаанаа болж өсгөлдөр нэг залууга амин нахаа алдахан юм. Тэр уюутан залууга дурсгалд зориулхан мянган зулаа яхалал энэ мөшөд болж байна. Энэ хадаа зөвхөн олон нийтийн сошроохон нэгэн жишээ. Тухайн газар зам харгын осол ихлээд маш олон хэрэг явдал болдгийг гэдгийг ард зонууд хөөрөлдөж байгаа юм. Монголын ард зон амьд явах эрхтэй биздээ. Энэ эрх шулуу хаана байна вэ? Миний дүү техникийн их хургуйлд хурдаг байхан. Хиндш гим хор хийгээгүй их л хайн хөөхд байхан да. Энд бол от жа осол гэмтэл болж л байдаг. Жишээ нь хадаа машинууд хоорондоо шүргэлсэн манай 5 дугаар хорооны зон хөлөөд тэмсээд дийлээгүй л да. Хүний амин нахаа гэдэг бол хамгийн үнэс сэнтэй зүйл гэдгийг ойлгуулахыг зорж байна. Эрхэм мэдлэлтэй энэ зоноо буруутай үйл ажиллагаанаа болж хүний амин хохироод л байх уу? Мөнө удаага эмгэнэлтийн явдал ард зоноо амьд явах эрх бүдгүүлгээр зөвшөөрөгдөж байгааг мэдүүлхэн үйл явдал болгон гэдгийг ард зон хөөрж байна. Хамгийн гол нь энэ мэт хэрэг ахин бүү гараасаа гэдгийг тэд хүсэж байгаа юм ха. Хуулийн өдрүүдэд барилгын халбарын холбоотой асуудал олонний анхаарлаа байдалд хүрээд байна. Зөвшөөргөө баригдаж байхан барилга нийслэлд баригдаж, аюулгүй ажиллагааны дүрм зөрчигөр байгаа энэ тухайн асуудлыг холбогдох газраар тодруулах юм. Зөвшөөрлгүй олон арван барилга нийслэлд баригдаж байна. Аюулгүй ажиллагааны дүрм зөрчигдөхөр байгаа. Энэ тухайн асуудал цаашдаа барилга хот байгуулалтаа ямар бодлого барих талаар халбараасаа асуухан тодруулахна энд дурдъя. Хуулийн өдрүүдэд баригдаж байгаа барилгаа барилгачтай хайхрамжгүй үйлдэлээ болж хүний амин нахаа өжтөж сэтгэлд сэрдэг хийм асуудлууд хэд гарлаа. Энэ нь зохистой харьсаа буюу өөрөөр хэлээхэ хот байгуулалтын хуулийг зөрчсөн байгаа юм л да. Өгөгдөн барилга баригдах талбайнгаа 70 хүртэлх хөвд барилга барих яхатай байдаг. Тэгтэл мөнөөдөр барилгаа бүхэн өгөгдөн газараа шууд барьждаг. Мөн харгай руу тулгарж бүр оруулж барьж байгаа нь осол болох нөхцөл болж байгааг шууд хараад би байна. Хуулийн өдөрт олонний анхаарал татаад байгаа асуудалд хариулт өгөхөөр барилга хот байгуулалтаа яамсаа барилгачтай холбоо барилгачтай үйлдвэрээ эвлээ байгууллагуудтай хамтраад сайдаа тушаал гаргахаар ажиллаж байгаа юм ха. Урлаг худлаа шинжлэх ухааны доктор профессор Монголын уршуудаа явуулж шагналтай зураач Сэрэншимдээ Эрдэнэ согтой бие дахан 3 дахь үзэсгэлэнгээ өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Үзэсгэлэн дэлгэрэн бүтээлүүд өнгө будгаа нарийн нийслэл дүрсийн ертөнцийн илэрхийлэн байдал нь харагдаж байна. Тодруулааха халуун тушаарх зурганда өнөөдрийн нийгмийн хамгийн хүндүр сэдвийн нэг болох тэлмэл хүүгдээ хэдвэр авж зураахан байна. Мөнөө уяа хоолны төлөө явж байгаа. Нэг халуун тушаарх идээд бор хоногийн өнгөрөөж байгаа хөөрхий өрөвсмөр хүний амьдралын мөн нийгмийн байдлыг харуулхан өндөндөө 3 хэсгээс бүрдэн ийм л үзэсгэлэнгээ нээлээ. Тийм шавширхаа энэ үзэсгэлэнгээ энэ удаагийн тусгал 3 гэж нэрлэв. Тусгал 3 үзэсгэлэн 90 гаруй уран бүтээлөөс бүрдэн байна. Богд хаанд Монгол гүрнээ түүхий илэрхийлэн юхэн зургаа тухайн үеийн ард зоноо байдал, амьдралаа нийслэл, ертөнцийн үзэх үзэл томруун дүрслэгдэн байна. Үзэсгэлэнд мөн нүүдэлчлэн монголчуудаа энгийн амьдралаа дүр зураг, хөдөө орон нутгийн амьдралыг харуулхан уран зургууд багтахан байна.
Америк нэгдсэн улсын технологи тэргүүлэх шиглэлээ ажихуй нэгж Apple компани захис шинэ бүтээгдэхүүн тодруулааха iPhone 5-ыг гаргаж байгаатай холбоотойгоор энэ ажихуй нэгжийн хувьсаа үнэ огсом нэмэхэндээ анхудаага $700 хүрэх юм байна. iPod 5-ыг мөнөө 7 хоногийн баасан гарагтай Америк нэгдсэн улс Япон зэрэг орнодох худалдаанд гаргах юм байна. Хувьсаа нь мөнөө жил 73%-аар нэмэгдэж байгааг эдийн засгийн шинжээчид онцолж байна. Энэний дэлхийн худалдаагаараа тэргүүлэгч Японы Toyota Motors өндөхний хөрөнгөө 5 дахин их тоосгодож байгаа юм. Тийм хада ухаалаг гар утганы захис элд өмнөд Солонгос, Samsung, Америк нэгдсэн улсын онлайн худалдааны Amazon зэрэг ажихуй нэгжүүд шинэ загварын бүтээгдэхүүн гаргахаар болж байгаа тухай энэ шинэлээ бизнес өргөсөн дэлж байгааг онцлон хэлж байна. Америк нэгдсэн улсын баруун бүсээр шинэ Мехико мужид Америк нэгдсэн улс Японы хамтран салхины их усүр ухаалаг шугам сүлжээний туршилттай төхөл эхлэх юм байна. Ухаалаг хулжааны хэрэглэгдэ эршим хүчний нөөц тодруулахаа нар салих халихны сэнгийн барьж төхөөрөмж тухламжтайгаар их үрсэрэ хянаж сахилгаанаар хангахаа хүлжээ юм хада. Даваа гарагт Японы эршим хүчний шинэ технологийн хөгжлөө байгуулга Америк нэгдсэн улсын шинэ Мехико мужийн захиргаа газар Лос Ламос туршилтаа талбайгаа албан ёхоор эхлүүлэх юм байна. Энэний Сэнэг хадгалагчаа тухламжтайгаар шөнөөс сагташ сахилгаанаар хангах төхөөрөмж болж байгаагаараа нэлээд онцлогтой юм. Хантада бидний бэлтгэх мэдээийг хүлээн авч үзэх нь та надад баярлаа. Өглөө дөрөнгө мэдээгээр дахин уулзахаараа баяртай. Хайхан амраарай.